Сәлем қыздар, бүгін барлық үйден табылатын құрамнан ұсынылуы ерекше тағам дайындайтын боламыз. Бізде мына жерде 500 грамм жылқы еті, негізі кез келген сиыр еті немесе қой етін де қолдансаңыз болады. Менде жылқы еті бар екен, орташа 4 бұрышты етіп тураймыз. Етімізді кесіп алдық, бір орташа пиязымызды да кесіп алдық. Қазанымызды қыздырып, тамағымызды пісіруді бастаймыз. 3 ас қасықтай сұйық май қостым, пиязымызды қуыра бастаймыз. Отымыз орташа. 2 минуттай пиязды қуырып алдым, енді ет қосамыз. Орташа отта барлық жағы қызарып қуырылғанша қуырамыз. Ең алдымен сөлі бөлінеді, кейін сөлі тартылады және де қуырыла бастайды. Етіміз әдемі болып қуырылды, енді дәміне қарай тұз қосамыз. Менің етім сүрленген, тұздалған, сондықтан көп қоспаймын. Және де бұл тамақ үшін кориандр дәмдеу үшін қосамыз. Бүтін осындай кориандрды да қосуға болады. Шамамен 1 шай қасықтай қосамыз. Менде осындай сельдерей бар. Ұнатпасаңыз қоспасаңыз болады. Мен осындай бір қысым қатырылған сельдерей қосып беремін. 1 ас қасықты толтырып, томат пастасын қосамыз. Томаттың қышқылдығын жою үшін аз ғана қант қосуға болады. Мұқият араластырамыз. Сәбіз қосамыз. Он минуттай баяу отта тамағымызды бұқтырамыз, кейін үстінен су құятын боламыз. Шамамен 1,5 сағат осындай баяу отта бұқтырып қойдым. Етіміз толықтай пісті. Енді осындай картоп, болгар тәтті бұрыштарын және де аз ғана кәді қосамыз. Аз ғана осындай хмелі, сонелі дәмдеу үшін қосқым келіп тұр, шамамен жарты шай қасықты. Осындай 1 дана лавр жапырағын қосамын. Мына көкөністерді салғаннан кейін бір бұрқ етіп қайнатып аламын. Кейін баяу отта 15-20 минуттай пісіремін. Қазір мен қамыр елеңдеп жатырмын. Мына жерде 250 грамм ұнды електен өткізіп алдым. Мына жерде 100 грамм жылы су, оған жарты шай қасық тұз қосамын. 1 шай қасық қант қосамын. Жарты шай қасық ашытқы қосамын. Араластырамын. 1 ас қасық сұйық май қосамын. 1 ас қасық қаймақ қосамын. Жұмсақ қамыр илейміз. Осындай жұмсақ қамыр шықты. Енді үстіне шамамен 1 шай қасықтай май құямыз. Және де бетін жауып, жылы жерге 10-15 минутқа қалдырамыз. Біздің қамырымыз шамамен 10 минуттай жылы жерде тұрды. Сіз бұл қамырдың көтерілгенін күтсеңіз болады, күтпесеңіз де болады. Бұл қамырдың құрамындағы қаймақ және де ашытқы қамырдың қатып қалмай жұмсақ болуын қамтамасыз етеді. Менікі небәрі 10 минут қана тұрды. Мен жая беремін. Он себеле қамырымызды жаямыз. Осындай жұмсақ, икемді жұмыс істеуге ыңғайлы қамыр. Бұл қамырды біз тамағымыздың үстінен жабатын боламыз, және сонда бізде ерекше подача, яғни ерекше ұсынылу болады. Менің формам 4 бұрышты, сондықтан мен 4 бұрышты етіп жаямын. Формаңыз дөңгелек болса, дөңгелек етіп жайыңыз. Орташа қалыңдықта жаямыз, тым қалың да емес, тым жұқа да емес. Қалыңдығы шамамен 4 мм. Етінің піскендігіне көз жеткіземіз. Қараңыздар, еті толықтай пісті.
жалпы картобы да толықтай түсті. Қараңыздар. Енді барлық қазандағы тамағымызды осы ыдысқа орналастырамыз. Тағамымызды бір келіп етіп орналастырамыз. Енді үстінен қамырымызды орналастыратын боламыз. Бір жұмыртқаның сарысына бір ас қасық сүт қостым. Бетіне жағамыз. Әдемілік үшін күнжіт және де тмин себетін боламыз. градусқа дейін қыздырылған пешке шамамен 15-20 минутқа жібереміз. Қамырымыз сондай әдемі сап-сары болып пісу керек. 20 минутта осындай әдемі қызарып шықты. Қалған артық қамырды мен осындай бөлек жеке нан етіп пісіріп алған болатынмын. Бірден кеспейміз. Шамамен 10 минуттай суытамыз тамағымызды, содан кейін кесеміз. Қаншалықты дәмді болып шыққанын сөзбен айтып жеткізе алмаймын. Дайындап көріңіздер, ұнайды деген сенімдемін. Осыған ұқсас тағамды грузин мейрамханасында жеген болатынбыз. Грузиндер мұндай тағамды аджахури деп атайды. Мен рецепті сәл өзгертіп, су қосып дәмдеуіштерін азайттым. Бұл тағамды мейрамханада порционна осындай бетін жауып тұратын нанмен ұсынады. Әсіресе жолдасыма қатты ұнады, видеоға түсіріп жатырмын десем де шыдамсызданып осылай дәмін татып отыр. Ерекше дәмді деп қатты ұнатты. Астарыңыз дәмді болсын.